Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Кім қарекелер, қайсысын оқисыңдар? Оқисың ба? Әлбек қари оқы. Мәт, бәбіл мәт. والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبت فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول بمد وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقف مسجلا. Бәбіл мәт, яғни мәт мәселесін жалпы өте қысқа да нұсқа өлең жолдарында имам Ибн Джазари қарастырған. Біз мәд әріптерін алдан махраждарға қатысты қамтыдық. Мәд әріптерінің махражын жауф деп махраждар бабында имам Ибн Джазари айтып өткен. Енді бұл жерде сол мәттің түрлерін мәтке байланысты қосымша мәселелерден бірден бастап отыр, байқасаңдар. Бірден бастап отыр. Яғни уәл-мәдду ләзимун деп қосымша мәтке негізгі екі әрекетке дейін созылатын өзі мәттің, мәт әрпінің негізгі табиғаты сол. Негізгі ақысы екі әрекет. Ал оған қосылатын 4 әрекет, 6 әрекет, 5 әрекеттің мөлшерінде мәд әрпінің созылып оқылуы ол қосымша мәселелер. Мәттің, яғни қосымша үкімдері. Сондықтан бұл жерде мәттің 2 әрекетке дейін созылуы, оның түрлері оған жалпы имам Ибн Джазари подробно бұл жерде кірмейді. Бірақ біз мәттің мәселелерін бәрін бүгін қамтуға барынша тырысамыз. Мәт жалпы минас сифатил арida болып есептеледі. Минас сифатил арida. Яғни кейбір жағдайларға байланысты айналасында өзінен кейін келген, алдын келген әріптерге байланысты, әсіресе кейін келген себептерге байланысты ол қосымша берілетін дыбыс. Сондықтан бұл сифат минас сифатил арида болып есептеледі. Жалпылама. Одан кейін мәт өте маңызды. Ең бірінші себебі мәттің маңызды болуының. Біз әрдайым айтамыз, жалпы Құранды оқу, Құранның сөздерін дыбыстау, әріптерін дыбыстау ол тауқифи. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қалай оқыды, қалай сахабаларға үйретті, солай әрбір момын мұсылман оқуға міндетті. Тауқифи. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мәттерді осы саланың мамандары, қырағат ғалымдары қалай үйретіп кетті, солай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оқығандықтан біз солай оқуымыз керек. Сол үшін бірінші кезекте маңызды. Екіншіден, ол әрбір мәт Құрандағы бір әріп секілді есептеледі. Әсіресе ол мәттер міндетті болатын болса, уәжіп болатын болса. Егер біз мәт әріпі бар жерде мәт әрпін оқымасақ, созбасақ, тиісті деңгейге дейін созбайтын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам міндеттеген. Немесе мәт жоқ жерде мәтті қосып жіберетін болсақ, ол кезде Құранға бір әріпті қосқандай, немесе Құраннан бір әріпті, бір дыбысты алып тастағандай боламыз да, Құранды кемістіп, немесе арттырып жіберген секілді боламыз. Сондықтан мәт бұл жай мәселе емес. Мәт жай мәселе емес, өте маңызды мәселе. Мәт деген, біз мағынасын білеміз, ол созу. Созу дегенді білдіреді. Яғни бір нәрсені артық жасау дегенді. Ал енді терминдік мағынасын жазыңыздар. Италяту саути би харфин мин хуруфил мәд. Қысқаша анықтамасы осы. Италяту саути би харфин мин хуруфил мәд. إطالة الصوت
بحرف من حروف المد. Мәд әріптерінің бірін оқығанда дауысты артығымен созу. Бұл енді ғылымдағы жалпылама анықтамасы. Ғылымдағы жалпылама анықтамасы. Мысалы, уәләддаллин. Алт әрекетке дейін созу біз созып оқуға міндеттіміз. Яғни біз артығымен бұл жерде әлифті, мәд әлифті артығымен создық. Яғни мәд әріптері барлығымыз білеміз, үшеу. Әлиф, вау, я. Әлиф, вау, я. Бұл үшеуде мәд әріптері сөкөнді әріптер. Оны бір қайталап айтып кетейін. Сөкөнді әріптер, мәд әріптері әрдайым өзі әріп болып дыбысталмайды. Міндетті түрде екінші әріп келіп көмектесу керек. Я сөкөнді өзінен алдыңғы әріп кәсіра болу керек. Вау сөкөнді өзінен алдыңғы әріп дамма болу керек. Сол секілді әлиф сөкөнді өзінен алдыңғы әріп фәтха болуы тиіс. Сосын мынандай сұрақ туады. Неге осы әріптер мәд әріптері болып тағайындалды дейді. Неге бұл әріптер мәд әріптері болып тағайындалды? Басқа әріптер мәд әріптері болып тағайындалған жоқ. Біріншіден, бұл мәселелер түртіп отырыңыздар. Біріншіден, мәд әріптерінің махражы негізі махраж мұхаққақ емес, мұқаддар. Мұхаққақ деген не ол? Мұхаққақ, яғни ол нақты ауыздың қуысында белгілі бір орынға әріптің сүйеніп дыбысталуы. Яғни әріптің шығатын орнының нақты бір орын болуы ауыз қуысында. Ол мүмкін тіл болады, мүмкін тіс болады, мүмкін қызыл ет болады, мүмкін тамақтың нақты бір жері болады, ортасы, бергі жағы, төменгі жағы деген секілді. Біріншіден, себебі бұл үш әріптің мәд әріптері болып таңдалуын, яғни оларды артығымен дауысты созуға болатын болып таңдалуының бірінші себебі осы дейді. Мұхаққақ болса махраж, ол кезде біз оны соза алмаймыз. Мұхаққақ махражды әріптерді созып көріңіздерші, мысалы үшін бә созамайыз. Сол секілді қаф, ақ созамайыз, мүмкін. Мүлдем ол мүмкін емес. Сондықтан бірінші себебі сол. Екінші себебі бұл әріптер әлсіз әріптер. Әлсіз әріптер бұл әріптер. Егер біз бұл әріптерді созбайтын болсақ, бұл әріптер жалпы енді хуруфул илля дейді, хуруфул хиффа дейді. Яғни бұл жеңіл, сондай жұмсақ, әлсіз әріптер. Егер біз оған қосымша сондай мән беріп дыбыстамайтын болсақ, дауысты қосымша созбайтын болсақ, бұл әріптер мүлдем көрінбей қалады. Бұл әріптер мүлдем білінбей қалады. Сондықтан да бұл әріптерге осылай жалпы Құранды оқуда ерекше жағдай, ерекше сипат берілген, ол созу деген. Енді жалпы ғұламалар, саланың мамандары бұл мәдді екіге бөледі. Әл-мәдділ асли және әл-мәдділ фарай. Негізгі мәд және қосымша мәд деп. Негізгі мәд. Негізгі мәд ол мәд әрпінен кейін, негізгі мәд әрпінен кейін ешқандай сөкон, хәмза секілді себеп болмаған мәд әрпі. Негізгі мәд. Яғни هو المد الطبيعي الذي لا يوجد حرف المد إلا به ولا يتوقف على سبب. يعني осылай жазыңдар, арабшасын жазсаңдар болады. هو المد الطبيعي المد الأصلي هو المد الطبيعي الذي لا يوجد حرف المد إلا به ولا يتوقف على سبب.
هو المد الطبيعي الذي لا يوجد حرف المد إلا به ولا يتوقف على سبب. демек ол сондай табиғи мәд, қарапайым мәд. Ол мәдті біз созбайтын болсақ, ол мәдті дыбыстамайтын болсақ, харф мәд, яғни мәд әрпі жоғалады. Мәдділ аслы сол. Яғни мәд әрпі онсыз мүлдем бар болмайды. Сол мәдділ аслы, яғни екі әрекеттің мөлшерінде дыбыстаймыз, сонымен мәд әрпі пайда болады. Яғни мәд әрпі онсыз болмайтын және ешқандай себепке, ол болса да сүкун хамза, оған қатысты емес мәд. Әл-мәдділ аслы. Әл-мәдділ аслы. Енді белгілері ол үш әріп, жаңа мен айтып өткен біріншіден, екіншіден мәдділ аслы өзінен кейін ешқандай хамза сүкун келмеді ме, ол мәдділ аслы болып есептеледі. Әл-мәдділ аслыйдың астында біраз мәселелер бар, оған өзінің уақыты келгенде келеміз. Бұны енді бұрынғылар бір әлифтің мөлшерінде созу деп айтылады. Мәдділ аслы бір әлифтің мөлшерінде созылады дейді. Бұл бір. Ал кейінгі тәжвид мамандары, кейінгі ғалымдар, саланың мамандары екі әрекеттің мөлшерінде созып оқу дейді. Екі әрекеттің мөлшерінде. Демек, бә деген уақытта бір әрекет тұрса, соған тағы да сондай мөлшер қосамыз, сол кезде ол мәд әрпі пайда болады. Енді кейбір мамандар айтады, саусақты бүгіп ашқан мөлшерде дейді. Бә, мысалы, қола, саусақты, яғни бүгесің, ашасың. Бір. Осы бүгіп ашқан уақыттың мөлшерінде ол әріпті созып оқумен мәдділ аслы пайда болады дейді. Бұл енді барлығы да былай қарағанда тәсілдер немесе түсіндіру терминдері айналып келгенде мұның барлығы Мулла Али Қари айтпақшы: وَهَذَا كُلُّهُ تَقْرِيبٌ لَا تَحْدِيدٌ لِلشَّأْنِ إِذْ لَا يَضْبِطُهُ إِلَّا الْمُشَافَهَةُ وَالْإِدْمَانِ дейді. Мағынасы не? Мулла Али Қаридің сөзі. Яғни ол кісі айтып отыр, бұның барлығы дейді, ол бір әлиф деп айт, немесе екі әрекет, төрт әрекет, алты әрекет, бес әрекет деп айт, оның барлығы да жай ғана түсіндірудің әрекеті дейді. Түсіндіру тәсілдері ол нақты бір анықтау немесе нақты бір бекіту емес. Оның барлығын не бекітеді? Оның барлығын мушафаха. Яғни сенің ұстаздың алдында отырып Құранды тапсыруың. Басқа ғылымдарды кітаптан оқып үйрене беруге болатын шығар, бірақ Құранды дұрыс оқуды ұстазсыз мүмкін емес. Дұрыс оқуды үйрену. Ұстазсыз мүмкін емес. Бұл ғылым тек қана алынады немен? Бит тәләққи. Ұстаздың аузынан шәкірттің аузына өтетін ғылым. Ұстаздың аузынан шәкірттің аузына өтетін ғылым. Демек, мәддүл аслы вәл идман дегені мушафаха. Идман деген не ол? Идман деген оны әрдайым айналысу деген сөз. Мушафаха ауыздан ауызға үйрену болса, яғни ұстаздың аузынан қарап үйрену болатын болса, идман ол тұрақты түрде сонымен айналысу. Тұрақты түрде сен айналыспайтын болсаң, ол оқу жолын немесе сол мәддің созылу мөлшерін сен меңгере алмайсың деген сөз. Мәддүл аслы әрдайым екі әрекеттің мөлшерінде созылып оқылады. Яғни қосып оқығанда да, тоқтағанда да ол ешқашан түсіп қалмайтын мәд. Бірақ екі жағдайда ғана мәдділ аслы
яғни мәддел асли, мәд әрпі түсіп қалуы мүмкін. Бірінші жағдай, жазыңдар. Бірінші жағдай. Ол сөздің соңында мәд әрпі келіп, одан кейінгі сөздің бірінші әрпі, дыбысталатын әрпі, сүкінді болатын болса, ол кезде мәд әрпі түсіп қалады. Мәддел асли. Яғни, мен мысал жазам қазір. Мысалы, қо ләл хамду. Бірінші жағдай осы. Мұнда алиф бар. Яғни мәд әрпі, мәдділ асли сөздің соңында келді. Одан кейінгі сөздің дыбысталатын бірінші әрпі сүкінді болған кезде мәд әрпі, мәдділ асли түсіп қалады. Бұл бірінші жағдай. Басқа уақытта мәдділ асли әрдайым оқылуы тиіс. Басқа уақытта. Екінші жағдай бар. Бұл енді себебі көріп тұрсыңдар, екі сүкін бір-бірімен кездескен уақытта түсіп қалып жатыр. Мәд әрпі сүкінді, сосын ләм бұл жерде сүкінді. Қал әлхамду. Бұл мысалдар өте көп болған. Бұл мысалдарды көп жаза беруге болады. Бұл жердегі себеп екі сүкін кездесті. Екі сүкін кездескен уақытта бір сүкін түседі. Қайсы сүкін түсіп қалады? Бірінші емес. Мәселе бұл жерде әлсізі түседі. Қайсысы әлсіз, сол дыбысталмай түсіп қалады. Естерінде болсын. Екі сүкін. Әлсіз болса да бұл жерде мәд әрпі. Ләм, сүкінді ләм, ол әлсіз емес. Сүкінді ләмнің махражы, мысалы, мұхаққақ, амнанкі мұқаддар. Одан кейін сүкінді ләм өзімен өзі әріп болып дыбыстала береді, мәд әрпі өзімен өзі әріп бола алмайды. Оған міндетті түрде екінші әріптің көмегі керек. Сол кезде ол әріп болып пайда болады. Сондықтан бұл жердегі себеп екі сүкіннің бірге келуі. Осы кезде бізде мәд әрпі түсіп қалады. Одан кейін мәд әрпі бірақ оқылмайтын мәд әрпі бар Құранда. 7 жерде. Жазыңдар. 7 жерде. Әлиф 7 жерде мәд әрпі бірақ оқылмайды. Мысалы, әнә сөзінде. Әнә сөзінде мәд әлиф бұл жерде оқылмайды. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның уахиді қалай алды, солай бекітіп үйретті ме, сонымен тауқифи бекітілген мәселе. Біріншісі әнә сөз. Қай жерде келсе де, әнә сөзінің келетін орны өте көп. Келетін жері Құранда өте көп. Сосын ләкинна, екіншісі. Кахф сүресінің 38-ші аятында ләкинна хуаллаху. Сосын аввунуна. Аввунуна қай сүреде? Ватавунуна биллахи аввунуна ахзабта. Яғни ахзабта 10-ші аят. Бұл 3-ші алиф. Сосын ар-расула. Тағы қай сүреде? Ахзаб. Сосын ас-сабила. Ахзабта. Оқылмайды. Сосын сәләсила. Бұл жердегі алиф. Енді тоқтаған кезде түсіп қалады сәләсил деп. Ондай риуаят бар, білесіңдер. Сосын қауарира. Инсан сүресі 15-ші аят. Уаслан ва вақфан түсіп қалады. Қауарира, уаслан ва вақфан түсіп қалады. Енді бұлардың уаслан түсіп қалады. Осы 7 жердегі алифтер, бұлар уаслан түсіп қалады. Кей кезде вақфанда түсіп қалады. Енді оны әрқайсының жағдайы, оны қырағат тәсмиғ кезінде оны жеке ұстаздан үйрене бересіңдер. Жалпы бұл солай түсіп қалатын, оқылмайтын алифтер.
оқылмайтын алифтер уасыл кезінде. Енді кейбіреулер мен жаңа айтқандай уақыф кезінде де түседі. Сәләсил деген секілді, мысалы қауарир деген уасылан уақфан түсіп қалады мысалы үшін. Сондай жағдайлары бар. Бұл енді мәдділ аслиға. Мәдділ аслиға енді бізде мәдділ бәдәл бар. Мәдділ аслиға жататын. Одан кейін мәдділ айуат бар. Мәдділ бәдәл, мәдділ айуат біздің кітап бойынша кейінгі соңына таман келеді. Екінші мәселе әл-мәдділ фарай. Екінші тобы. Мәдділ фарай қосымша мәд. Қосымша мәд. Бұл енді мәттің екінші тобы. Неге қосымша? Себебі бұл жерде мәдділ аслай тек қана екі әрекеттің мөлшерінде, біздің қазіргі соңғы замандардағы мамандардың термині бойынша екі әрекеттің мөлшерінде созылатын болса, мәдділ фарай ол екі әрекеттен артық созылады. Екі әрекеттен артық, яғни ол негізгі мәттің оқылуына қажетті мөлшерден артық мөлшерде созылатын болғандықтан мәдділ фарай, қосымша мәд. Оның себебі хамза немесе сукун. Екі себебі бар. Хамза немесе сукун. Яғни хамза, әс-сама, мысалдар көп. Әс-су, сукун, вәл-даллин де сукун, әл-әна де сукун, әл-аламин, сукун арид. Оның мәселелеріне қазір не бойынша келеміз. Енді имам Ибн аль-Джазари осы мәдділ фарайдан бірден бастап отыр. Әл-мәдду лазимун деп бастап отыр. Мәдділ фарайдан. Лазимун, неге лазим? Бірінші лазимнен бастады. Бұл лазим, мәдділ лазим. Мәдділ лазим, мәд әрпінен кейін сукун лазим келгендіктен мәд лазим болып аталады. Сукун лазим. Яғни қандай? Сукун лазим, сукун аслы, бұл сөздің түбірінде бар сукун. Мәд әрпі келді, мәд әрпінен кейін сөздің түбірінде өзгермейтін бар сукун келді. Вәлә даллинда шадданың ішінде сукун бар. Одан кейін әл-әнада ләмде сукун өзгермейтін сукун. Сондықтан бұл мәтті имам Ибн Джазари лазим деп тұр. Біріншіден. Екіншіден, лазим оны созу 6 әрекеттің мөлшерінде, немесе 3 әлифтің мөлшерінде. Созу ол міндетті лазим дейді. Яғни ешбір қырағат ғалымдарының ішінен ешқайсысы мәд лазимді қашан мәд әрпі келіп, одан кейін сукун аслы лазим келгенде оны 2 әрекетте немесе 4 әрекетпен созуға болады деп айтқан ешқандай қырағат ғалымы жоқ. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан бұл мәд тек қана 6 әрекеттің мөлшерінде созу үлгісімен ғана бізге дейін жетіп келе жатыр. Сондықтан бұл лазим болып есептеледі. Сондықтан да лазим болып есептеледі. Лазим болып айтылады яғни. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан Құранның жету шарты ол тәуатур жолмен келу керек. Ғұламалардың барлығы айтады, бұл тәуатурмен, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан бізге дейінгі жеткізген әрбір буында өтірікке келісіп алу мүмкін емес, топтың жеткізуімен келе жатқан оқу үлгісі болғандықтан 6 әрекеттің мөлшерін созу оқу. Сондықтан лазим болып аталады. Енді лазимун ва ваджибун ата ва джаизун ва хуа ва қасрун сабата. Бұл жерде ваджибун, джаизун деп үшке бөлді. Одан кейін ва хуа ва қасрун сабата. Ва хуа ва қасрун сабата. Қаср дегенде бұл жерде нені айтып отыр? Қасрун, енді кейбіреулер ойлауы мүмкін бұл жерде джаиздің қасырмен оқылуы деп. Джаиз бізде қазір несіне келеміз? Мұнфасил. Мұнфасил 2 әрекет, 4 әрекет, 5 әрекетпен оқу мұнфасилді мүмкін. Джаиз.
Оның мысалда несіне мәселелеріне қазір келеміз. Бірақ бұл жердегі қасыр деп тұрғаны ол жайыздың екі әрекеттің мөлшерінде, яғни мұнфасилдің екі әрекет мөлшерінде оқылуы емес. Бұл мәдділ аслиды айтып отыр. Имам Ибн Жазари бәрі мәдділ фарайдан бастағанымен мәдділ аслиға ишара беріп кетіп жатыр. Яғни мәдділ асли қасырмен оқылады. Ол сәбәта деп тұр. Біріншіден сәбәта мәдділ фарай, бірін ләзим, уәжіп, жайыз. Одан кейін мәдділ асли екеуі де бекітілген жолмен келе жатқан екі мәттің түрі. Одан кейін ләзимді бірінші бастап түсіндіріп жатыр. Жаңа біз басында айттық. Инжа бa'да харфи мәддин сәкину халайни. Инжа бa'да харфи мәддин сәкинун халайни. Халайни деген не? Халайни екі жағдайда. Екі жағдай бұл жерде уаслан ва вақфан. Яғни мәд ләзим ол сол сөзге тоқтасақ та, сол сөзді өзінен кейінге жалғастырып оқысақ та, екі жағдайда да ол алты әрекеттің мөлшерінде созылып оқылуы міндет. Ләзим, мәд ләзим. Мәд ләзим ол ең мәттердің ішіндегі күштісі болып есептеледі. Оған келеміз ақуал мүдудке. Бұл қай жағдайда болса да ешқандай өзгермейтін алты әрекеттің мөлшерінде созылып оқылатын болғандықтан бұл жерде халайни деп отыр. Вақфан ва васлан. Сосын уәбиттули юмад. Уәбиттули юмад. Тул мақсат бұл жерде алты әрекет, немесе үш әлиф. Юмад, яғни созылып оқылады. Енді мәд ләзимді негізгі екіге бөледі. Мұсаққал, мұхаффаф. Мұсаққал, мұхаффаф. Мұсаққал, яғни күрделі мәд ләзим, мұхаффаф, қарапайым мәд ләзим. Неге? Қашан мәд әрпінен кейінгі келген сүкун шәдданың ішінде болса, және ол сөздің ішінде келсе, сөздің ол кәлимеге кәскелей, бірінші мұсаққал мұхаффафты айтайық. Шәдданың ішінде болатын болса, мысалы уәлә даллин дегенде сүкунды ләм шәдданың ішінде келіп тұр. Бұл мұсаққал, яғни мәд ләзим мұсаққал. Ал сүкун жай өзі келсе, шәддәлі әріп болып келіп тұрған жоқ. Мәд әрпінен кейінгі келген сүкун жай ғана сүкунды әріп. Әл-әна деген секілді. Басқа да мысалдарын айта берсек болады оның. Бірақ мысалдар онша ондай көп емес. Ол мәд ләзим мұхаффаф. Неге? Себебі ол шәдданың ішінде келіп тұрған жоқ, жай ғана қарапайым сүкунды бір әріп болып келіп тұр. Енді ол мәд ләзимнің сөзде келуіне немесе әріптің ішінде келуіне байланысты тағы да екіге бөлінеді. Мәд ләзим кәлими, мәд ләзим харфи болып. Мәд ләзим кәлими әл-мұсаққал уәләд-даллин ас-саффати. Мысал, бұл мәд ләзим кәлими мұсаққал, яғни сөздің ішінде келген күрделенген мәд ләзим. Сөзде келіп тұр, одан кейін сүкунды әріп мәд әрпіне кейінгі шәдданың ішінде келіп тұр. Бұл бірінші. Сосын мәд ләзим кәлими мұхаффаф, ол жаңа мен айтқан әл-әна мысал. Сөздің ішінде келді, сүкун жай қарапайым сүкун. Шәдданың ішінде келіп тұрған сүкун емес. Ал енді мәд ләзим харфи, ол қандай мәд ләзим? Мәд ләзим харфи, ол да екіге бөлінеді. Әл-мұсаққал және мұхаффаф. Әріптің ішінде келген мәд ләзим, күрделенген мәд ләзим. Ол қандай? Мысалы, әлиф ләм мим. Бұл хуруф мұқаттаат. Сүрелердің басында келетін, 20-дан астам сүренің басында келетін жекелеген әріптер. Бұл әлиф созылмайды болса да, сол толық мәселелерін тағы келеміз. Ләм, мим созылады. Ләм алты әрекетте созылады, себебі ләм әрпінен кейін әлиф бар, одан кейін мим сүкун.
Мим әрпінен кейін я бар, одан кейін мим сүкун. Лам, мим дегенде екеуінде де мәд лазим. Бірақ біреуі кәлими мұсаққал, біреуі кәлими мұхаффаф. Яғни лам дегеннен кейін, сүкунды мимнен кейін бізде мим кеп тұр, ол шәдда болып, идғам болып кіріп кетеді өзінен кейінгі басталып атқан мимге. Сондықтан бұл лам деп созылатын мәд лазим харфи мұсаққал, күрделенген әріптің ішінде келген мәд лазим. Одан кейінгі мим ол мәд лазим харфи мұхаффаф. Себебі мим дегенде я созылды алты әрекеттің мөлшерінде, одан кейінгі келген сүкунды мим ол өзі тұр, одан кейінгі өзінен кейін ешқандай әріпке ішіне еніп атқан жоқ, шәддәлі емес. Шәддәлі емес. Неге ләзим деп аталған себебін жаңа біз айтып өттік. Енді кейбіреулер осы мәд ләзимге тағы бір қосымша бір мәдді қосады. Мәддүл фарқ деп. Мәддүл фарқ. Оған үш сөзді кіргізеді. Мәддүл фарққа. Әз-зәкәрайн, Аллаху, сосын әл-әні. Осы үшеуін мәддүл фарқ деп келтіреді. Неге? Себебі бұл жерде мәд әріпі, мәд, яғни ол ихбар мен истифхамның екеуін арасын ажыратып, оның истифхам екенін білдіріп тұр дейді. Яғни сұраулы сипатта келген сөз екендігін осы мәд ләзим бұл жерде білдіріп тұр дейді. Сондықтан ол мәдділ фарқ дейді. Ол жай ғана хабарлы сөз емес, бұл жерде сұраулы сөз екендігін осылай біз мәд арқылы ажыратып отырмыз. Сондықтан бұл мәдділ фарқ дейді. Мәдділ фарқ мағынасы ол ажыратушы мәд деген сөз. Ажыратушы мәд деген сөз. Бірақ енді бұны кейбіреулер сынайды. Бұл жерде енді ешқандай біз бұл хамза стифхамияны, яғни сұраулы сипаттағы хамзаны енгізіп тұрмыз. Бұдан бұны ешқандай өзін бөлек қараудың керек жоқ дейді. Өзін бөлек қараудың керек жоқ. Бұл мәд ләзимнің нақ өзі дейді. Мәд ләзимнің нақ өзі. Бұл жерде мәдді біз жай ғана оны истифхам, яғни сұраулы хамза екендігін білдіру үшін ғана кірген жоқ. Ол мәд кәдімгі бұл хамза мәдке ауысты. Негізі әз-зәкәрайн хамза истифхамия кіргеннен кейін екі хамза қатарынан оқылмайды. Сондықтан бұл жерге екінші хамзаны біз мәд әріпке ауыстырып, мәд бәдәл болды. Мәд бәдәл болса да одан кейін сүкунды әріп келгеннен кейін бұл мәд ләзим болып тұр. Ешқандай мәдділ фарқ деп, оны бөлек қараудың қатты бір қажеттілігі жоқ деп, басқа қарсы тарапты мамандары бұны әрине сынайды. Енді шын мәнінде оны мәдділ фарқ деп қарап, олай Құран оқушыларды шатастырудың қатты бір қажеті жоқ деп мен де ойлаймын. Бірақ енді бұл үш сөз екінші тағы бір жолмен оқылады. Білесіздер ғой, тәсхилмен оқылады. Яғни бұл үш сөз әз-зәкәрайн, әл-әні, Аллаху, бұл хамзаны оқып, хамза әлифпен, яғни мәд әріпімен хамзаның екеуінің ортасындағы жағдайда созылмай тәсхил деген тәсілмен де оқылады. Бұл үш сөз. Тек қана мәд болып оқылмайды, мәд ләзим болып. Яғни әз-зәкәрайни бұл мәд ләзим. Сол секілді әз-зәкәрайни деп біз тәсхилмен де оқимыз. Аллаху деп. Яғни Аллаху. Біз әлифтің мәд әріпінің жартысын береміз. Аллаху. Әл-әні. Осылай жартысын береміз. Яғни хамзаны оқимызда, сосын мәд әлифтің жартысын беріп, осылай жеңілдетіп оқимыз. Жеңілдету
деп, яғни тәсхил деп бұл аталады. Мәд ләзімге байланысты осылар. Енді وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة إن جمع بكلمة واجب. Енді имам ибн Жазари кәдімгі шариғи үкімдерімен атап отыр бұларды. Шариғи үкімдерімен атап отыр. Ләзимун, вәжибун деп. Ләзим озып оқу біздің хафс риуаяты бойынша. Хафс риуаяты Шатиби жолымен. Хафс риуаяты Шатиби жолымен. Уарышта білесіздер 6 әрекеттің мөлшерінде созып оқиды оны. 6 әрекеттің мөлшерінде созып оқу міндетті. Біз хафсты қарап отырмыз. Мұқаддимал Жазари хафсты қарайды. Оны тағы да бір қайталап ескертіп айтып жатырмын. 4 әрекеттің немесе 5 әрекеттің мөлшерінде созып оқу уәжіп. 4 әрекет, 5 әрекет деген қайдан келді деген тағы сұрақ туады. 4 әрекет, 5 әрекет, бұның барлығы да тауқифи. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кейде 4-пен, кейде 5-пен оқыған. Кейде 4-пен, кейде 5-пен осы мәтті созып оқыған. Солай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларға үйреткен. Ары қарай қырағат ғалымдары, саланың мамандары біздің күнімізге дейін осылай жеткізіп келе жатыр. Сондықтан не 4, не 5. Екеуі де дұрыс. Екеуі де дұрыс. Бірақ енді әдетте біздің өзіміз шейхтарымызға оқығанда, немесе мысалы шәкірттерімізді оқытқанда әдетте 4 әрекетпен оқылады. 4 әрекетпен оқылды. Ол неге 4 әрекет? 4 әрекет ең төменгі мөлшері, сонымен уәжіп орындалады. Бұл жерде көпшілігі 4 әрекетті ұстанатыны уақытты көп алмау үшін. 5 әрекетке созу әдетте ол қанша дегенмен барлығы жиналған уақытта бір сүренің ішінде, бір параның ішінде ол уақыт бәрібір көбірек кетеді. Ол мысалы намазға өткенде болсын, немесе ұстазға тапсырғанда болсын. Сондықтан 4 әрекетпен оқып тапсырамыз, 4 әрекетпен оқытып жатырмыз деген секілді. Енді 5 әрекетте ол да мәт мұттасилді, яғни бұл оқудың уәжіп, рұқсат болған, немесе уәжіп міндетті болған бір жолы. Мен жаңа айтқанымдай, ешқашан 2 әрекеттің мөлшерінде бұны төмен, немесе 3 әрекеттің мөлшерінде әлиф, болмаса 1,5 әлиф оқуға ешқашан болмайды. Ол ешқашан рұқсат емес деп бүкіл саланың мамандарының барлығы ескертеді. Неге? Себебі имам ибн Жазари бұны уәжіп деп тұр. Уәжіп, шәр'ан уәжіп. Яғни оны кімде-кім созбайтын болса, күнәһар болады деген сөз. Енді бұл жерде егер ол оқи алмайтын біреу болса, оны сақтай алмайтын болса, ол басқа әңгіме. Мүмкіндігі бола тұрып, денсаулығы оған жете тұрып, ол созбай 2 әрекет, 3 әрекеттің мөлшерінде кететін болса, ол адам күнәһар болады деген сөз. Мәселе сода. Мәселе сода. Сондықтан бұл жерде үкімі уәжіп деп имам ибн Жазари арнайы уәжіпті айтып бастап отыр. Одан кейін ваджаизун иза ата мунфасилан. Бұл бірінші мәселе. Енді үшінші мәдділ фарайдың, қосымша мәттің үшінші түрін жайызды айтып отыр. Жайыз, яғни рұқсат. Рұқсат иза ата мунфасила. Егерде бөлек келетін болса. Не бөлек келетін болса? Мәд әрпі, одан кейін хамза. Екеуі 2 сөзде. Мунфасилан деген сол. Екеуі 2 сөзде келетін болса, ол кезде жайыз. Енді жайыз, қанша жайыз? 4 әрекет және 5 әрекет тағы да. 4 әрекет және 5 әрекет Хафс Шатиби жолымен. Хафс Шатиби жолымен 4 әрекет, 5 әрекет. Дұрыс, бұл мұнфасил.
Екі әрекетке де созылып оқылады, бірақ ол Шатиби жолы емес. Ол имам Әл-Джазари Нашрда келтірген үшінші жолы рұқсат етілген. Ол екі әрекеттің мөлшерінде мәд мунфасилді оқуға болады. Бұл Тайибат ан-Нашр фил қираат ал-ашр кітабында имам Ибн Джазари бұл жолды да бекіткен. Бұл жолда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дәуірінен келе жатқан рұқсат етілген мунфасилға қатысты жолдардың тәсілдерінің бірі. Енді біреуде ижаза тек қана Шатиби жолымен ғана бар, Тайбамен жоқ. Ол екімен оқи алмайды. Екімен әрине тәжауузан тарауықта қысқарту үшін оқуына болады, оның ешқандай несі жоқ. Бірақ ол төртеумен ресми орында, мысалы үшінге ижазасы ескерілетін жерде төртеу Шатиби жолымен ғана ижазасы бар қари екеумен оқи алмайды. Немесе екеумен оқытып ол ижаза бере алмайды. Себебі неге? Оның Тайба жолымен оқыған, тапсырған, алған ижазасы, рұқсаты жоқ. Содан кейінгі мәселе, бірде екеу, бірде төртеу жайыздерді оқуға тағы да болмайды. Яғни мунфасил, аридқа қазір келеміз мысалы, мәдлин арид бар, оған да келеміз қазір ол мәселеге де. Бұларды бірде екеу, бірде төртеу, бір қырағатта немесе бір аятта, бір сүренің ішінде оқыған кезде олай әртүрлі қылып оқуға болмайды, тәртіпті сақтау керек. Тәртіпті сақтау, бұл тәртіпті сақтау да саланың мамандары айтады, ол да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан келе жатқан тәртіп дейді. Ол кейін қырағат мамандары, саланың ғалымдары өздері жаңа иштихадпен ойлап тапқан тәртіп емес дейді. Бұл тәртіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан келетқан тәртіп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір оқыған кезде, мысалы үшінге намазды бастады, намаздың соңына дейін жайызды мысалы 4-пен оқыды ма, 4-пен оқиды аяғына дейін. 2-мен оқыды ма, 2-мен оқиды аяғына дейін. 6-мен оқыды ма, 6-мен оқиды аяғына дейін. Мысал деген секілді. Сондықтан бұл нәрсе, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан қазірге дейін келе жатқан сондай бекітілген тәртіп. Ол тәртіпті бұзуға болмайды, әсіресе қарилар. Енді қарапайым халық, ауам халықтан ол кешірімді болуы мүмкін, ауам халықтан. Бірақ қарилардан, атап айтқанда, мысалы өздерінің секілді мамандардан ол нәрсе қабылданбайды. Ол сендерге кешірілмейді. Сондықтан сендер Құранды тапсырғанда, немесе намазға шыққанда, тарауықта екеуді ұстандар ма, екеуімен оқу керек, мунфасилді. Бірде екеу, бірде төртеу болмайды. Өткенде мысалы Құран жарыста жақсы оқыды бір қарилар, бірақ мунфасилді бірде екеу оқиды, бірде төртеу, бірде одан да артық созып жібереді, мысалы. Байқаған шығарсыңдар бір қари. Сондықтан солай тәртіпті сақтамағандықтан, әдәсі дұрыс болмағаннан кейін балдар төмен түсіп кетті. Балдар төмен түсіп кетті де, мысалы, сәл бір-екі жерде жаңағы тоқтап қалған қарилар жоғарғы орын алып кетті. Неге? Себебі тәжвидке қойылатын бал тағы бар, Құран жарыста мысалы. Ол тәжвидтік әда жай қалыптасқан талап емес. Мен жаңа айтқандай, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дәуірінен келе жатқан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның оқу үлгісімен қалыптасқан тәртіп, оны сақтау керек. Сондықтан бұл мәселеде Зайд ибн Сәбиттің сөзін жаттап алсаңдар болады, немесе жазып қойсаңдар болады. Әл-қираату сүннәтун муттабаатун яхузуха ал-ахиру анил аувал. Әл-қираату сүннәтун муттабаатун яхузуха al-akhiru anil awwal. Bismillah. يأخذها الآخر عن الأول.
القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. яғни Zayd bin Thabit кім екенін білесіңдер ғой. Zayd bin Thabit пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қари сахабасы, және Абу Бакр радиаллаху анху Zayd bin Thabitті комиссияның төрағасы қылып бекіткен. Не үшін білесіңдер ме? Ау. Не үшін? Не үшін? Басқа сахабалар да қари болды. Хазірет Али де жазушы болды. Сахабалардың барлығы мүләзим болған, қарилардың барлығы мүләзим болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан жаттаған, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға тапсырған. Ау. Жоқ, Акмал, басқа сен саясатқа кетіп қалдың, Акмал. Бәрі қасында жүрген. Жоқ, ол Zayd ibn Хариса ғой. Ол басқа ғой. Zayd bin Thabit қари сахаба басқа. Соның баласы Усама. Zayd bin Thabitті Абу Бакр радиаллаху анху комиссияның төрағасы қылып тағайындаған себебі, ол кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға өмірден өтуінен алдын ең соңғы Құранын толығымен тексерткен сахаба. Естерінде болсын. Ең соңғы Құранын толығымен тексертіп тапсырып шыққан. Zayd bin Thabиттен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өмірден өтуден алдын ешкім толығымен олай Құранын тапсырып тексертпеген. Ең соңғы тексерткен сахаба Құранын, қари сахаба. Ол деген сөз, яғни ең соңғы нұсқа Zayd bin Thabitте деген сөз. Құранның насихы бар, мансухы бар, басқасы бар, барлығы ескерілген ең соңғы нұсқасын Zayd bin Thabit білет деген сөз. Сондықтан Абу Бакр радиаллаху анху Zayd bin Thabitті комиссияның төрағасы қылып бекітті. Осы сахаба айтып жатыр. Қырағат ол міндетті түрде оған қарилар еру керек, сүннет дейді. Жүйе яғни. Оны кейінгі келген, алдыңғы келгеннен алып отырады дейді. Яғни шәкірт ұстаздан яхузуха әл-ахиру анил әуел дегені сол. Шәкірт ұстаздан алып отыратын солай бекітілген сүннет дейді қырағат. Ол жай нәрсе емес. Абдулла бин Мас'уд радиаллаху анху бұл кісі де қырағат ғалымдарынан. Бұл кісінің де мысалы Абдулла бин Мас'удтың да, Убай бин Кааб, Zayd bin Thabit бұл кісілердің барлығының аттары сәнатта болады, ижазада. Білесіңдер ғой. Лайса ли ахадин ан яқра'a би муджарради ра'ihi, балил қираату сүннатун муттабаатун вали'тимаду фи нақлил Құр'ани аля хифзил қулуби ла алал масахиф дейді. Қараңдар. Ешбір адам өзінің ойымен, өзінің иштихадымен Құранды оқуына болмайды дейді. Қыраат ол кәдімгі бекітілген, тек қана оған еретін сүннет ол. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан келе жатқан. Ал енді Құранды біз үйреткен кезде жай Құранға, яғни кітапқа сүйеніп қана үйренбейміз дейді. Оны жүректерге, жатталған жүректерден аламыз дейді. Фи нақлил Құр'ани аля хифзил қулуб. Ол деген сөз, яғни біз оны ұстаздың аузынан аламыз деген сөз. Жатталған жүректерден аламыз деген ұстаздың аузынан аламыз. Әшейін жай ғана Құран кітапты алып, әркім өзінше мысал үшін жаңа қырағат маманы болып кетеді деген, Құранды дұрыс оқып кетеді деген әңгіме жоқ дейді. Бұл енді Абдулла бин Мас'удтың сөзі. Енді жайыз, бірінші жайыздың несі мұнфасил? Әл-мәдділ мұнфасил. Одан кейін әу арадас сукуну вақфан мусджала. Әу арадас сукуну. Одан кейінгі сукун егерде уақытша пайда болатын болса, тоқтаған кезде. Вақфан, яғни
сөзге тоқтады, сол тоқтаудың талабымен сол жерде сүкун арид уақытша сүкун пайда болды. Сол сүкунның себебінен тағы да жайыз мәд бар. Ол әл-мәддул арид. Яғни уақытша пайда болған мәд деген сөз. Уақытша пайда болған мәд. Яғни мәд әрпі келді, тоқтаудың талабымен, одан кейін әріп сүкун болды, уақытша сүкун болды. Әл-аламин деген секілді. Әл-аламин. Бұл жерде әл-мәддул арид. Мәддул арид бізде үш жолмен созып оқуға болады. Біріншісі 2 әрекет, қасыр. Одан кейін тавассут 4 әрекеттің мөлшерінде. Одан кейін 6 әрекеттің мөлшерінде созып оқуға болады. Мәддул аридті. Мәддул аридті тура мәд мұнфасыл секілді, егер 2 әрекеттің мөлшерінде созып оқып бастайтын болсақ, онда бәрін 2 әрекеттің мөлшерінде оқимыз. 4 әрекеттің мөлшерінде болса, 4 әрекеттің мөлшерінде. Әл-аламин 4 әрекет. Ар-рахманир-рахим 4 әрекет. Біріншісін 4-еу, екіншісін 2-еу, олай болмайды. Жайизун деп аталуының себебі осы. Жайиз деп, яғни рұқсат деп аталуының себебі осы 2, 4, 6 әрекеттің мөлшерінде оқуға болады. Бұл мәд аридке тағы да қосымша бір мәд қосылады, оның үкімін алады, ол мәддуллин. Мәддуллин әл-арид. Мәддуллин. Мәддуллин бұл лин әрпіне 2 әріпке қатысты. Мәддуллин. Біріншісі вау, лин әрпі, одан кейін я. Өзі сүкінді, одан алдыңғы әріп фатха. Вау сүкінді, одан алдыңғы әріп фатха. Хауф мысалы. Я сүкінді, одан алдыңғы әріп фатха. Сайф мысалы үшінге. Мәд аридтің үкімін алады. Қашан? Харф линнен кейін, яғни лин әрпінен кейін сүкун арид кесе, онда біз оны 2 немесе 4 немесе 6 әрекеттің мөлшерінде созып оқи аламыз. Мәдлин. Егерде сүкун арид келетін болса, ол 2 әрекеттен аз созылмайды, естеріңізде болсын. Ол кәдімгі тоқтамай оқып жатқан кезде, мысалы, біз лин әрпін кейбіреулер айтады, созамыз дейді. Ол ешқашан созылмайды. Тоқтамай сүкун арид жоқ кезде, мысалы үшінге, оны біз тек қана сүкунды вауды оқимыз, бірақ ол созылмайды. Біреулер айтады, ол созылады. Мәд табиғидің сәл соның мөлшерінен азырақ мөлшерде созылады деген пікірді айтатындар бар екен. Бірақ ол дұрыс емес. Дұрыс емес. Тек қана созылады, егерде мәд лин әрпінен кейін сүкун арид келетін болса, сол кезде ғана ол созылады. Сол кезде ғана ол созылады. Басқа уақытта созылмайды. Енді мәдділ лин деп аталуының себебі, жаңағы мәселе, ол харф линге байланысты болғаннан кейін мәдділ лин деп аталады. Мәдділ арид пен мәдділ линнің екеуінің арасында 2 мәселеде айырмашылық бар. Мәдділ арид өзінен кейінгі әріпке қосып оқыған кезде, мен айтқандай жаңа, қосып оқыған кезде ол созылады. 2 әрекеттің мөлшерінде. Мысалы, әл-аламин, ар-рахманир, рахими, малики созылып оқылады. 2 әрекеттің мөлшерінде. Себебі ол жерде таза мәд табиғи болып оқылып кетеді. Мәдділ линде, жаңа мен айтқандай, ондай жоқ. Ол оқылмайды. Сосын екінші мәселе мәдділ арид. Мәдділ аридті бірінші, енді мамандардың айтуынша, негізінде оны 6 әрекетке созған абзал бірінші дейді. Одан кейін 4 әрекет, одан кейін 2 әрекет. Негізінде абзал 6 әрекетке созу. Тул, тавассут,
қасыр. Ал мәдділінде керісінше. Бірінші кезекте келетін қасыр болады, одан кейін тавассут, одан кейін тул. Бұл мәдділінде. Яғни мәдділ аридта тул бірінші кезекте тұрады, тавассут қасыр болса, мәдділінде керісінше. Сондықтан екеуінің осындай айырмашылығы бар. Ау. Қырағатты бастаған кезде мұнфасылды қасырмен оқысақ, мәділейінді аридл сүкунды да екімен оқу керек па қасырмен? Әлде мысалы Жоқ, оған келем. Ақуал мудудке келем қазір мен. Ақуал мәттерді, ақуал мудуди фәлазимун фәматтасал фәзун фисалин фәаридун фәзун фисалин фәбәдәл дейді. Бұл мәттердің дәрежесі. Ең күшті мәт ләзим. Ләзиммен басқа мәт бірге келіп қалған уақытта ләзимге амал етеміз. Оның мәселелеріне қазір келеміз соңына таман. Енді мысалы мәдділ арид пен мәдділ лин бір сөзде екеуі бірге келіп қалды. Екеуі бірге келді. Мәдділ аридті мәдділ линнен азырақ созуға болмайды. Естеріңізде болсын. Мәдділ аридті мәдділ линнен азырақ созуға болмайды. Мысалы, «Зәликәл китабу ла райба фихи худал лил муттақин». «Зәликәл китабу ла райба» деп тоқтады біреу. «Худал лил муттақин» мәд арид. Мына жерде мәд лин. Егерде біз лин бұл жерде бірінші кеп тұр, дұрыс па? Линді екі әрекеттің мөлшерінде созатын болсақ, онда аридті 2, 4-ке, 6-ға созып оқи аламыз. Егер линді бұл жерде 4 әрекеттің мөлшерінде созатын болсақ, тыңда, осы сен қойып атқан сұрақтарға ұқсайтын ол. Аридті 4 немесе 6-ға оқимыз. Аридті 2 қып созып оқи алмаймыз. Түсіндіңдер ғой? Яғни лин 4-ге создық па? 4. Ла райба фихи худал лил муттақин деп оқи алмаймыз. Линді 2 әрекетте создық па? Онда аридті 2, 4, 6. Егер линді біз 4 оқитын болсақ, онда аридті 4, 6. Егер линді мысал үшін 6 қылатын болсақ, ол кезде аридті тек қана 6-ға созамыз. Түсіндіңдер ғой? Демек, аридті линнен аз созуға болмайды. Бұл жерде айырмашылық жоқ. Айырмашылық жоқ. Ол лин бірінші келсін аятта, немесе арид бірінші келсін айырмашылық жоқ. Енді, мысалға, «Вәләкум фил арди мустақаррун ва матаун иля хин. Фаталақа адаму мин раббихи калиматин фатаба алейхи». Алейхи бұл жерде мәд лин. Ан жақта мәд арид. Мәд арид бірінші келіп тұр. Мәд лин екінші келіп тұр. Егер біз мәд аридті 6 әрекетке созатын болсақ, онда линді қасыр, тавассут, толғып созаламыз. Түсіндір ғой? Ал егер аридті 4 әрекетке созатын болсақ, онда линді 4 немесе 2 әрекет қана созамыз. Линді 6-ға созамаймыз. Егер аридті 4-ге болатын болсақ. Түсіндір ғой логиканы? Аридті 2 созатын болсақ, онда линді тек 2 ғана созамыз. Яғни лин аридтан артық болып кетпеу керек. бірдей де болғалы болады. Ау? Бірдей де болғалы болады. Бірдей болады ғой, проблем жоқ. Мысалы, аридті 4-ке создық па, линді 4 немесе 2. Бірдей болады, бірдей проблем жоқ. Лин артық созылмау керек. Ол аридтан аятта бірінші кесін, кейін кесін айырмашылығы жоқ. Түсіндіңдер ғой? Себебі арид күшті линнен. Арид даже мунфасилдан да күшті арид. Естеріңде болсын. Ақуал мудуди фәлазимун фәматтасал фәаридун фәзун фисалин фәбәдәл. Енді бұл топқа мәддус сила. Мәддус сила қосылады бұл топқа. Атап айтқанда сила кубра. Сила кубра. Мәдд сила қашан? Ха дамир муфрат музаккар ғайб. Және хадихидің хасы. Екеуі. Естеріңде болсын.
дамирун, дамир есімдік, муфрат бірлік, одан кейін музаккар, демек муаннасқа қатысы жоқ, ол жерде мәдәлиф болып кетеді. Сосын ғайып, үшінші шарт, бірінші шарт. Екінші шарт, не сүкунді, кешіріңдер, даммалы немесе кәсіралы болады. Мадмума ау мәксура. Мысалы, лаху, бихи, даммалы немесе кәсіралы. Одан кейінгі шарты өзінен алдыңғы және өзінен кейінгі әріп екеуі де әрекетті болу керек. Сол кезде мәд сыйла болады. Мәд сыйла дегені, ол жалғайтын мәд деген сөз ғой. Жалғаушы мәд. Бұл мұнфасилға немесе табиғиға соған қосылатын қосымша мәд. Сыйла кубра немесе сыйла суғра. Сыйла суғра бізде мәд табиғи секілді оқылады, сыйла кубра мәд мұнфасил секілді болады. Сыйла кубра. Демек, дамирдің созылып оқылуының шарты осы үшеу. Мәдді сыйланың пайда болуының. Біріншіден, дамирун, муфрадун, музаккарун, ғайып. Екіншіден, даммалы немесе кәсіралы болу керек. Үшінші, өзінен алдыңғы және кейінгі екеуі де әрекетті болуға тиіс. Мысалы, ма нафқаху кәфиран мимма тақул. Бұл жерде ненің хәсі? Фиқтың, фиғілдің хәсі. Демек, бұл созылмайды, өздерің білесіңдер. Болмаса, мысалы үшін қатты ұқсайды дамирға. Солай ғой? Ма нафқаху кәфиран. Егер біз мысалы үшінге әрекетті өзінен алдыңғы даммалы, яғни өзінен алдыңғы әрекетті, одан кейінгі әрекетті деп қарайтын болсақ, онда бұны мә нафқаху кәфиран деп созып оқуымыз керек еді. Бұл жерде бірінші шарт орындалып тұрған жоқ, дамир емес. Сондықтан басқа шарттар орындалып тұрса да созылмайды. Түсіндіңдер ғой? Бірінші мәселе. Екінші, аржих әлқи. Дамир, бірақ әрекетті емес. Екінші шарт орындалып тұрған жоқ. Яғни даммалы немесе кәсіралы емес. Сондықтан бұл дамирді созылмайды. Бұл хәді созылмайды. Сосын үшіншісі, илейхи яс'адул кәлиму. Илейхи яс'адул кәлиму. Дамир. Проблема жоқ. Дамир, муфрад, ғайып, музаккар. Бірақ алдыңғы әріп сүкунді. Яғни үшінші шарт бұл жерде орындалып тұрған жоқ. Лаху хафизун, хазихи нақатуллахи. Бұл жерде толығымен шарттар орындалып тұр. Демек, екке бөлінеді. Мәд ассила суғра, мәд ассила әл-кубра. Мысалы, хазихи бидаатуна, иннаху би'ибадихи хабирун басир. Мәд сила суғраның мысалдары. Кубраның мысалдары, ма лаху ахлада. Кубраның. Яғни кубраның мысалы, дамир келді, шарттардың бәрі орындалып тұр, одан кейін хамза келсе, ол мәд ассилатил кубра. Мұнфасилдің өкімін алады. Мұнфасилді қалай оқимыз? Біз 4-пен оқысақ, сила әл-кубра солай 4-пен оқылады. 5-пен оқысақ, ассила әл-кубра 5-пен оқылады. 2-мен оқитын болсақ, тайба жолымен, ол кезде ассила әл-кубра солай 2-мен оқылады. Енді кейде Құранда 2 сөз бар, хафс риуаяты бойынша. Шарт орындалмаса да созылатын сөз бар. Қай сүреде? Фихи мухана. Фурқан 69-шы аят. Фихи мухана. Сосын шарт орындалып тұрса да созылмайтын сөз. Қай сүреде? Ярдаху лакум. Зумар сүресінде. Зумар сүресі 7-ші аят. Біріншісінде фихи муханада шарт орындалып тұрған жоқ. Хадан бұрын дұрыс, дамир, муфрад, музаккар, ғайып, кәсіралы, бірақ одан алдыңғы әріп сүкунді, одан алдыңғы әріп мәд әріп болғандықтан шарт орындалып тұрған жоқ, бірақ сонда да
созылып оқылады. Созылып оқылады. Фихи мухана, екі әрекеттің мөлшерінде. Енді оны ғалымдар, бұл енді ең бірінші себебі бұның тауқифи. Жаңа айтқан мәселеге қайтып келеміз. Бірақ сала мамандары оны түсіндіруге, сырын ұғындыруға тырысады. Бұл жерде мағнауи сондай сыр бар. Ол енді олардың тозақта соншалықты қор болып кететінін, тозақтың отында ұзағынан қор болатындығын білдіру үшін фихи мухана деп Алла тағала солай бұл жерде созып оқуды бізге міндеттеген дейді. Яғни кімнің? Тозаққа түсетін жаңағы кәпірдің. Ал енді ярдаху лакум де тағы да солай. Яғни Алла тағаланың разылығы өте тез болатындығын білдіру үшін, Алла тағаланың қабыл етуі, адам мұсылманның құлшылығын, мұсылманның ізгі амалын қабыл етуге Алла тағала сондай жаңағыдай өте асығып тұратындығын, соны білдіру үшін бұл жерде Алла тағаланың разылығы тез келетіндігін білдіру үшін мүмкін созып оқуды қанша шарттары орындалып тұрса да сүннет қылып Құранды оқуда қалдырмаған дейді, сүннет қылып бекітпеген дейді. Енді бұның барлығы түсіндіру. Бірақ негізгі себеп болса да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан солай бекітілген, біз солай оқып келе жатырмыз. Өте маңызды мәселеге енді кіреміз. Бұл баян әл-мәд фи хуруф ауайл ас-суар. Баян әл-мәд фи хуруфи ауайл ас-суар. Сүрелердің басында келетін жекелеген әріптерді созып оқу мәселесі. Жекелеген әріптердегі мәд мәселесі. Жалпы Құранда 29 сүре осылай жекелеген әріптермен басталады. Жекелеген әріптермен басталады. Алиф лам мим, алиф лам ра, алиф лам мим ра. Бұл енді негізгі 5 топқа бөлінеді. Бірінші, бір әріппен жекелеген, бір әріппен басталатын сүрелер бар. Ол 3 сүре. Сад, қаф, нун. Сад, қаф, нун. Одан екіншісі 2 әріппен. Хамим, таха, тасин, ясин. Хамиммен 6 сүре басталады. 6 сүре, қалған 3 сүре, сонымен 9 сүре. Қанша болды? 12 сүре болды. Одан кейін үшінші тобы, ол 3 жекелеген әріппен басталатын сүрелер бар. Олар 13 сүре. 6-ауы алиф лам мим деп басталады. 5-еуі алиф лам ра деп басталады. 2-еуі та син мим. Та син мим деп басталады. Барлығы 13 сүре. Бұлар жекелеген 3 әріппен басталатын сүрелер. Одан кейін 4-ші топ 4 әріппен басталады. Ол 2 сүре. Алиф лам мим сад, сосын алиф лам мим ра. 4 әріппен басталатын 2 сүре бар. Одан кейін 5 әріппен басталатын 2 сүре бар. Қай сүрелер? Мариям. Одан кейін Шура. Хамим, айн, син, қаф. Бұл әріптердің барлығын қай сөйлемге жинаған мамандар? Сен соны айтып отырсың, мен тарақа сам'ака ан-насихаты дейтім. Тарақа сам'ака ау? Айтшы, қайтылаш? Мен айтқан мағынасы не деймін да? Дұрыс қой, соны айтсай, сен айтқаныңды. Нассун хакимун. Яғни, оның да мағынасы, мына тарақа сам'ака ан-насихаты, ол да мағынасы бар. Яғни сенің құлағың насихат кеп тақылдатып тұр деген. Нассун хакимун лаху қатан лаху сиррун. Жақсы. Яғни тарақа сам'ака ан-насихаты немесе әкмәл айтқан сөзді жаттап алуға болады. Осы
сөйлемнің ішіндегі әріптердің барлығы бізде хуруф муқаттаат болып келеді. Енді бұл әріптер негізгі үшке бөлінеді. Бірінші, мүлдем созылмайтын тобы бар. Топ болғанда бір әріп. Ол әлиф. Одан кейін екі әрекеттің мөлшерінде созылатын топ хайюн тахур. Хайюн тахур, яғни ха, я, та, ха, ра. Екі әрекеттің мөлшерінде ғана созылады. Одан кейін үшіншісі кәдімгі алты әрекеттің нақаса асалукум сөзіндегі нун, қаф, сад, айн, син, ләм, кәф, мим. Осы 8 әріп, алты әрекеттің мөлшерінде созылып оқылады. Мәд ләзим кәлими. Кешіріңдер, мәд ләзим харфи. Біреулері мұсаққал болады, біреулері мұхаффаф болады. Енді бұның ішінде айн бар. Айынның жағдайы сәл бөлек. Айын кейде 4 әрекетке созылады, кейде 6 әрекетке созылады. Неге? Себебі айын. Бұл жерде лин әрпі. Айынның ортасында я, мәд, я емес, мәд лин, харф лин, яғни. Харф мәд емес, харф лин. Сондықтан осылай айырмашылықпен келген. Бұл да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан 4-ке созып оқу да бекітілген, 6-ға созып оқу да бекітілген. Бірақ сала мамандар айтады, 6-ға созып оқу бірінші кезекте тұрады дейді. Яғни тул мұқаддам. Енді бұл әріптер қосып оққанда, жалғастырып, тоқтаған кезде айырмашылығы бола ма? Бір-бірінен айырмашылығы болмайды. Айырмашылығы болмайды. Қай уақытта болса да бұл әріптер 6-ға созылатындар 6-ға созылады, 2-ке созылатындар 2-ке созылады. Ешқандай уақф, уасылдың бұл әріптердің, яғни жекелеген әріптердің хуруф мұқаттааттың оқылуында, мәдінің оқылуында ешқандай әсері жоқ. Қай уақытта болса да біз оны 6-ға немесе 2-ге созып оқимыз, міндетті түрде. Болмаса айынды мысал үшінге 4-ке деген секілді. Тек қана бір ғана жағдай бар, жігіттер. Ол қай сүренің басында? Кімнің есінде? Әли Имранда. Әлиф, ләм, мим. Мимді екі жолмен оқуға болады. Мимді. Әлиф, ләм, мим, Аллаху деп жалғастырамыз. 6 әрекетпен созып. Әлиф, ләм, мим, Аллаху деп 2 әрекетпен оқу. 4 жоқ бірақ. Тек қана осы Әли Имранда мим әрпін 2-ге немесе 4-ке тек қана қосқан кезде өзінен кейін. Қалғандары ондай жағдай жоқ. Қалғанда. Қосқанда 4 немесе 2, 6 немесе 2. 4 емес. 6 немесе 2. 4 дедім ба мен? Жоқ, 4 емес. 6 немесе 2. 4 жоқ. Себебі мәт табиғи секілді. Бұл жерде мәт табиғи секілді. Себебі фатха болды, мәт табиғи секілді оқимыз. Ол негізгі асыл сол. Асыл сол мәт табиғи. Себебі сүкун кетті. 4 қып оқитын бұл жерде себеп жоқ. Ал 6-ға созамыз, себебі харф. Сондықтан 6-ға созамыз. Ана жерде себеп кеткенден 2-ке. Одан кейінгі мәселе мәдділ бәдәл. Мәдділ бәдәл бізде мәд табиғиға мүлхақ. Яғни мәд табиғидың, мәдділ аслидың бір түрі болып есептеледі. Ол мәд табиғи секілді 2 әрекетке созылады. Мәд бәдәл. Мәд бәдәлді неге бөліп қарастырады? Мәд бәдәл. Мәд бәдәл деп аталу себебі ол әдәму мысалы. Әдәму. Немесе қандай мысалдар бар? Утту. Бірінші әрекетті хамза, екіншісі сүкунды хамза. Сүкунды хамзаны біз мәд әрпіне ауыстырып жібердік. Әдәмуді әдәму дедік мысалы. Уттуды уту дедік.
Хамза, сүкунді хамза harf мәдқа, мәд әрпіне ауысып кеткендіктен оны ауысу мәді деп атайды. Мәд бәдәлді. Мәд бәдәл бұлай қарағанда негізі хафыз бойынша мәд табиғиден айырмашылығы жоқ. Бірақ мәд бәдәл бұл басқа риуаяттарда айырмашылығы бар. Атап айтқанда Уаршта мысалы. Уаршта мәд бәдәл бізде 3 жолмен оқылады. Сондықтан жалпы мәд бәдәлді бөліп қарастырады. Ол басқа риуаяттарда, басқа қырағаттарда оның мәні болғандықтан. Яғни ол қосылып оқылсын, немесе сол сөзге тоқтайық, мәд бәдәл ол әрдайым екі әрекеттің мөлшерінде оқылады. Сосын кейде мысалы үшінге мәд бәдәл, бірақ ол түбі хамзадан ауысып келген мәд әрпі болмауы мүмкін. Мысалы, мәәб, ас-сабиин. Мысалы, бұл жерде хамза келді, хамзадан кейін жалпы өзі солай мәд әрпі келіп тұр. Бірақ бұл мульхақ біл мәдділ бәдәл. Яғни мәд бәдәлға ұқсап кеткен, сонымен бірге есептелетін мәд бәдәл болып есептелетін мәд әріптер, мәд жағдайлары немесе мәд үкімі. Бұл енді мен айтайын дегенім, әрбір мәд бәдәл оның мәд әріптің түбі хамза болуы шарт емес. Яғни хамзадан ауысып келген мәд әрпі болуы мәд бәдәлді әрдайым шарт емес. Одан кейін мәдділ айуат. Мәдділ айуатта бізде мәдділ аслайдың бір түрі. Мәдділ айуат. Ал орнына не дейді жаңа? Ауысқан, орнын басқан мәд қой. Орнын басқан мәд. Мәдділ айуат. Мәдділ айуат, яғни тәнуиннің орнына келген мәд әрпі. Тәнуин, қандай тәнуин? Фатхал тәнуин. Фатхал тәнуиннен басқа ешқандай бізде тәнуин ол мәд әрпі болып оқылмайды. Кәсіралы тәнуин болсын, даммалы тәнуин болсын, ол ешқандай мәд болып оқылмайды, ол сүкін болып оқылады. Тек қана фатхалы тәнуин бізде мәд болып оқылады. Себебі неге? Фатхалы тәнуиннен кейін, ол фатхалы тәнуинді болған әріптен кейін әрдайым әлиф тұратын болғандықтан, ол әлифті біз білдіріп оқуымыз керек. Ол әлифті оқымай қоймаймыз. Сондықтан мәдділ айуат пайда болған. Мәдділ айуатқа екі сөз бар Құранда. Мәдділ айуат болып есептелетін. Ол сөздерге тоқтаған кезімізде. Ол екі сөз вәлиякунам минас-сағирин. Вәлиякуна минас-сағирин. Кешіріңдер. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّغِيرِينَ сосын لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ. Бұл жерде негізі тәнуин ол кәдімгі исімнің тәнуини емес. Негізі тәнуин есім сөзде келеді. Бұл сөздер фиалдар. Фиалда негізі тәнуин келмейді. Тәнуин қосылмайды фиалға. Бірақ бұл екі фиалға тәнуин қылып жазған, бұл тәнуин ол нуну тәукидтің тәнуини. Нуну тәукидтің тәнуини солай қысқартылып жазылған. Құранда солай жазылған, бірақ ол ешқандай ненің тәнуині емес. Бірақ солай бола тұра, егер сол сөзге тоқтайтын болсақ, біз оны мәдділ айуат секілді оқимыз. Мәдділ айуаттың үкімін бұл екі сөз алады. Біріншісі Юсуф сүресінде, екіншісі Алақ сүресінде. Ондан бұл мәселеге де мән беріңдер. Одан кейін тағы бір мәдді кейбір мамандар қосады, хабарларың болсын. Мәддүт тәмкейн. Мәддүт тәмкейн, не ол мәддүт тәмкейн? Яғни ол бекіту мәді. Қашан? Мәд әрпінен кейін сол мәд әрпінің жынысынан болған әріп кесе. Мәд әрпінің жынысынан болған әріп. Мысалы, ваудан кейін, мәд ваудан кейін вау әрпі келді. Немесе мәд ядан кейін я әрпі келді. Мысалы, әмәну ва амилу салихати фи яумин. Я келді, одан кейін, мәд ядан кейін
кәдімгі қарапайым я келіп тұр. Бұл кезде шын мәнінде мысалы хуйитум шәддәлі ядан кейін мәд әрпі келетін болса, мәд я келетін болса, ол кезде мысалы мәд әрпін дыбыстау қиындайды. Мәд ядан кейін я келгенде мәд яны дыбыстау қиындайды. Бұл жерде біз көбірек мән беріп оқуымыз керек. Яғни мәд әрпін өзінен кейінгі келген әріп жұтып қоймау үшін. Яғни мәд уауды уау әрпі жұтып қоймау үшін, мәд яны я әрпі жұтып қоймау үшін біз оған мән беріп оқуымыз керек. Сондықтан кейбіреулер мәдді тәмкин деп айтқан бұны. Бірақ бұл мәдді тәмкин бөлек мәд емес. Бұл кәдімгі мәд табиғи. Мәд табиғи, бірақ оған мысалы біз сүкунды мимнен кейін фә, уау әрпі келгенде көбірек мән беріп сүкунды нунды дұрыстап анықтап оқуымыз керек қой. Тура сол секілді жағдай. Оны бөлек бір мәд қылып қарастырудың ешқандай қажеті жоқ. Ендігі мәселе бізде ақуал мудуд. Ақуал мудуд ол мәттердің күшіне қарай немесе дәрежесіне қарай бөлінуі. Бізде ақуал мудуди фәлазимун фәмәттасал фәаридун фәзун фисалин фәбәдәл. Сосын арғата басқа мәттер. Яғни бірінші ақуал мудуд мәттердің ең күштісі ләзім. Егер ләзім мен басқа мәттер екеуі қатар кеп қалатын болса, біз ондан ләзімге амал етеміз. Мысалы, әмина дегенде қандай екі мәт кеп тұр? Бәдәл мен ләзім. Бұл жерде бәдәлға емес, біз ләзімге амал етеміз. Неге? Себебі ләзім күшті. Сол секілді. Одан кейін мұттасил екінші күшті мәт, одан кейін арид күшті мәт, одан кейін бізде мұнфасил, одан кейін бәдәл. Лин одан кейін келеді. Лин демек бәдәлден де әлсіз болып тұр. Мысалы, мұнфасил, мұттасил. Я адаму әмби'хум би әсмаихим. Егер біз мұнфасилді 4 әрекетке созып оқитын болсақ, бұл жерде мұттасилді 4 әрекет немесе 5 әрекетке созамыз. Я адаму әмби'хум би әсмаихим. Егер мұнфасилді біз 5 әрекетке созатын болсақ, мұттасилді 5 әрекетке созып оқимыз, 4 әрекетке созып оқи алмаймыз. Түсіндіңіздер ғой? Демек, мұттасилді мұнфасилден әлсіз қылып оқуға болмайды. Бағана арид пен линнің әңгімесі секілді. Неге? Себебі мұттасил бізде күшті, ол өзінің күшін сақтау керек. Түсіндіңдер ғой? Енді кейде мысал үшін күшті мәт бірінші келуі мүмкін. Вайда құлна лил мәләикәти сджуду ли адама фасаджаду илля иблис. Мәләикәдә бізде мұттасил кеп тұр. Илля иблисте фасаджаду илля иблис. Екі мұнфасил кеп тұр. Яғни мұттасил бірінші келді, мұттасил кейіннен келді. Біз мұттасилді 4 әрекетке созатын болсақ, мұнфасилді 4 әрекетке созамыз, 5-ке соза алмаймыз. Мұттасилді 5-ке созатын болсақ, мұнфасилді 4-ке де соза аламыз, 5-ке де соза аламыз. Мұнфасил ол әлсіз болғандықтан, яғни ол мұттасилдің дәрежесі төмен болғаннан кейін біз оны 4-ке соза береміз, ешқандай проблемасы жоқ. Мысалы, әмминада 2 мәт бір сөзде келді. Бұл жерде бәдәл және ләзім кеп тұр. Біз ләзімге амал етеміз, бәдәлға амал етпейміз бұл жерде. Себебі неге? Ләзім күшті. Жән, біз тоқтадық жән сөзіне мысал үшінге.
Бұл жерде ләзім кеп тұр, және мәд арид кеп тұр. Мәд арид. Бұл жерде біз аридті екіге созып басқа жерде оқып келе жатсақ та, біз ләзімге амал етеміз де аридқа амал етпейміз. Екіге созып, немесе төртке созып аридті оқып келе жатырмыз басқа жерде. Бірақ бұл жерде біз ләзім мен арид екеуі бір сөзде келді ме, ләзімге амал етеміз. Аридқа емес. Себебі неге? Арид ләзімнен әлсіз. Сосын яша тоқтаған кезде, яша сөзіне. Бұл жерде мұттасил және арид. Мұттасил бойынша біз 4-ке немесе 5-ке созып оқи аламыз. 4-ке немесе 5-ке созып оқи аламыз. Бұл жерде біз аридқа амал етіп, оны 2-ге ешқашан созып оқи алмаймыз. Аридқа амал етіп, 2-ге ешқашан созып оқи алмаймыз. Егер мұттасил ретінде біз оны 4-ке созып оқысақ, 4-ке созамыз, оны арид деп 2-ге созып оқи алмаймыз. Немесе 5-ке созып оқысақ, онда 5-ке созып оқимыз, арид деп оны мысалы 4-ке соза алмаймыз. 5-ке созып келетсақ мұттасилдарды. Мұттасил ретінде оны 5-ке созып оқимыз. Енді аридтарды 6-ға созып оқып келетсақ қалай болады? Арид жеңеді бұл жерде. Аридті 6-ға созып оқып келе жатырмыз ба? Онда 6-ға созамыз. Бұл жерде мұттасилға да амал еткен боламыз біз. Мұттасилға да, аридқа да. Аридтарға 6-ға созып келе жатсақ. Жалпы ақуал мүддеттің мәселесі осы. Сенде бір нақты сұрақ бар ма еді жаңа? Қареке? Қандай сұрақ нақты? Ал. Субханака бихамдик, нашхаду ла илаха илля ант, настағфирук ва натубу илейк.